Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Студия тізгінінде мен Далжамбек Нұрай Жапарситқызы. Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 15-ші Түрек мектеп лицейіндегі бүгінгі күн жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мектеп базасында сүйікті кәсібін, өмірлік нәсібін атты тақырыпта Жуалы ауданының кәсіпкерлерімен кездесу өтті. Кездесуге нөмір 22-ші Бауыржан Момышұлы атындағы, нөмір 14-ші Бейімбет Майлин атындағы орта мектеп оқушылары және нөмір 37-ші Ынтымақ негізгі мектеп оқушылары көрермен ретінде қатысты. Ендеше кәсіпкерлермен болған кездесу барысын әріптесім Нұрай тарқатып айтсын. Мамандық таңдау кезінде оқушыларға бағыт-бағдар беріп, таңдау мүмкіндіктерін шешу. Бүгінгі шара адам өмірінде мамандықтың алатын орны маңызды туралы түсінік қалыптастыру мақсатында өткізілді. Ауданымыздың жеке кәсіпкерлері, тігін маманның иесі Асемова Гүлмира Тұрсынбайқызы, Боранды сыр компаниясының басшысы Пошқаев Әбдібек Үйкекбайұлы қонақта болды. Кәсіпкерлермен дайындалған арнайы сюжет көрсетіліп, келген қонақтармен сұхбат жүргізілді. Менің ойымша, әрбір адамның өмірде маңызды рөл атқаратын дүние ол бізде мамандық болып табылады. Сондықтан бүгінгі іс-шара арқылы мен өзім мамандығыма, оған қалай бару керек екенін, ол үшін мен қандай тәуекелдерге баруым керек екенін, ондағы нақты мақсаттар, адам деген не себепті тәуекелге бару керек екенін барлығын үйрене алдым. Бүгінгі кеш үшін үлкен рахметімді айтамын. Сондай-ақ магниттік мектеп оқушылары келген қонақтарға өз сұрақтарын қойып, жауап алды. Мың мамандық бәрі бар, таңдап талғап бірін ал. Демекші, кешке келіп өз ой пікірлерімен бөліскен қонақтарға алғыс білдірілді. Бізде бүгінге осы. Келесі кездескенше күндеріңіз сәтті болсын.